Содан бұл видео 5-ші видеоның екінші бөлігі болып табылады. Сол видеода айтылғандай, бірінші бөлік семей қалды. TikTok-тың мүмкіндігі аз. 10 минут ең ұзақ дегенде береді жазуға видео. YouTube-қа ашуыма болатын еді арнаусындай. Бірақ онда YouTube-та таргет, яғни таралу өте қиын. Оны көп күшіп көрмейді. TikTok-тың ерекшелігі сол, ол халықтың бәрін сонысымен алып отыр, тез таралады видео, көп кісі көреді. Сондықтан сол мүмкіндікті пайдаланып, осында жариялап отырмын осы желіде. Содан жаңағы осы Менда Билоудың кітабында жоғарыда айттық, Шыңғыс ханның қара татар екен, атқосшылардың қара татар екен. Сонымен қатар оның жошы екінші ұлы болып алған, яғни бірінші бөртенің ішінде келген ұл соғыста жаңағы Цзинь патшаның астанасын алған кезде қаза болғандығы білдіңдер. Сонда жазылған. Енді осы екінші бөлігінде Шыңғыс қағанның байрағы, яғни туы ақ болғандығы, ал содан басқа бұл кітапта Мұқалайыр Жалайырдың байрағы туралы жазылады, яғни туы. Оның туы ақ болған, шеттерінде 9 түйіншек болған, ортасында қарай болған, таңғалатыны сол. Оны Гойон дейді, Нойон дейді, және Мұқалайыр Жалайырда. Мұқалайыр Жалайырдың қабірі бар, ол Қытайда. Негізі біз жалпы Қытай елін, Қытай дегенімізді қоюымыз керек. Оны өз атауымен Ханзу деп атауымыз керек. Өйткені жаңағы Шыңғыс ханның халқының бір аты парсы тілінде Қытай, орыстар Китай деп жіберген ғой. Сол атауды алып, жаңағы Қытайларды, яғни қазір ханзуларды Қытай атап жіберген. Ол туралы алдағы уақытта айтам. Бұдан басқа тағы бір қосымша айтар кетерім, бұл кітапты негізінде Ғаламтордан асқан бір қаржылық іздесеңіздер табасыздар. Ал енді ол табылғанда ол кітап желіге арналған кітап, мына мен сіздер көрсеткен тікелей кітаптың өз беті. Ол кітап енді өте дефицит, өйткені Совет үкіметінің 4-ақ мың данамен шығарылған, әдейі шығарған 4-ақ мың данамен, тек оқу орындарға, қара халықтың қолына түспеу керек, онда моңғол деген фейк тарих құлап қалады. Және Қытай жазбаларының бір ерекшелігі, ол Қытайлар бәрін жамандап жаза берген. Бұл туралы 1688 жылы Николас Витсон деген Голландияның бір атақты кісісі бар. Ост-Индская сауда-саттық компаниясын басқарған кісі. Сол кісінің деректері бар, біз туралы жазған. Ол туралы алды бөлісім, енді ол бір ұзағырақ уақытта болады. Ал енді сол жаңағы Менда Билоудың 1220 жылы жазылған кітаптың жалғасын көріңіздер. Менда Билоу 1220 жылы жазылған, авторы Мен Хун. 1975 жылы орыс тіліне аударылған нұсқасының 76-шы беті. Бұнда Шыңғыс ханның туы, яғни байрағы ақ болғандығы жазылған. Сонымен қатар Жалайыр Мұқалайдың де туы қандай болғандығы жазылған. Орысшадан оқып аударып берейін. Что касается личной терминальной гвардии при Чингисе, то в ставке Чингисхана водружается большое, совершенно белое знамя, как знак отличия. Мұқалайыр Жалайырдың туы қандай болғандығы туралы. Ныне у Гована, яғни Мұқалайыр Жалайырдың, водружают только одно белое знамя с 9 хвостами. Посередине знамени имеется черное изображение луны. Когда выступает с войсками, то разворачивают его. Көрдіңіздер ме? Оның туы ақ, және ортасында қарай, сонымен қатар
9 түйіншегі болған. Бұл дерек аталған кітаптың 76-шы және 77-ші бетінде жазылған. Осы кітаптың 78-ші бетінде елшілері туралы жазылған. Ең қызығы, олар елшілерін сүйінші деп аталған. Яғни қазақта бар ғой, жақсы хабар әкелетін адам сүйінші деп жүреді. Яғни ол кісі елші емес пе? Содан бұл біздің тарихтағы бірізділікті көрсетеді, мұғул тарихымен. Осы туралы міне Менхун 1220 жылы жазып отыр. Орысша оқып берейін. Послы у них называются сюинчай. Когда послы приезжают от императора или из ставки Гофана в округах и уездах, а также в ставках начальников, управляющих войсками, через которые проезжают эти послы, все приходят выразить им почтение, не спрашивая высок или низок чин посла. Его встречают в домах церемониями для равных. Он проходит через парадную дверь с трезубцами и садится в окружении или областных управах. Правители лично преклоняют колени перед послом для встречи его, выезжают в предместье и устраивают на ночлег в резиденциях правителей или управах, провожают и встречают его за предместьем с барабанами, трубами, знаменами и флагами, певичками и музыкой. Яғни сіздер өздеріңіз көріп отырғандай, бұл таза қазақтың салт дәстүрі, елшілерді қалай қабылдағандығы туралы тамаша жазылып тұр. Сәйкестік бар ғой біздің тарихта. Мысалы үшін Абылай хандар заманында, Қасым хан заманында елшілерді міне осылай күтіп алған. Кітаптың 79-шы бет. Бұл жерде жауырында қойдың жауырынымен бал ашу туралы жазылған. Қазір бірінші орысша оқып берем, сосын кейін түсіндіремін. При гадании о счастье и несчастье, наступлении и отступлении, резне и походе каждый раз берут баранью лопатку, разламывают ее в огне железным молотком и смотрят трещины на ней, чтобы решить важное дело. Это похоже на китайское гадание на черепашных панцирях. Қандай тамаша бірізділік, әлі күнге дейін жауырынмен бал ашатындар бар ғой ауылда. Бірақ Шыңғыс хан халқы және қазақ халқы көшпенді болғандықтан, олар малдың сүйегі арқылы жан жануарлардың жай күйін біліп отырған ғой. Мысалы үшін жәнегі жауырынның шытынап кетсе, мысалы үшін тезірек меніңше, онда кальций аз, яғни малдары әлсіздігін тез шытынамаса, онда малдары мықты деп солай санаған болу керек деген. Аталмыш кітаптың 61-ші беті. Бұл бетті әдейіге соңына қойып отырмын. Себебі Шыңғыс ханның Алшын Ноян деген батыры болған. Оның қол астында 100 000 әскер болған. Өздеріңіз білесіздер, біздің батыс қазақтарының бір аты Алшын. Дәуде болса, Алшын Ноян осы қанатты басқарған кісі. Яғни батыс қазақтарынан, яғни сол қыпшақтардан, ол кезде қыпшақ деп аталған батыс қазақтары, солардың басын біріктірген ірі әскердің қолбасшысы болған. Алшын деген сөз батыс қазақтарына сол кезде таңылған болу керек тегі. Құрметті қалайық, орысшасын өздеріңіз оқып алыңыздар. Аудио жазбам видеоға симей қалайын деп тұр. Осы кітап бетімен бұл менде билу кітабы тәмам. Бізге осы кітаптан ең қажетті деректерді жария еттім. Келесі кітап армяндар жылнамасындағы мұғулдар туралы топтамадан болады. Бұл видеомен өтініш бөлісіп отырыңыздар. Неғұрлым көп адам көрген сайын осындай деректерді жариялап отырам. Өздеріңіз тікелей көздеріңізбен оқып көріп отырасыздар осылай. Рахмет сіздерге.